Hello guys, сәлеметсіңдер ме балалар? Today's our theme is about activities and adjectives. Балалар, бүгін бізде vocabulary бөлімі болмақ, яғни бұл бөлімде біз жаңа сөздерді үйренеміз, я? Тақырыбымыз іс-әрекеттер және сын есімдер. Дайынсыңдар ма балалар? Дайын болсақ, бастайық. So, let's go. The first phrase, do a bungee jump. Бәнжи дегеніміз балар бізде тарзан, jump деген секіру, яғни тарзан деп отырған балар кәдімгідей үлкен биіктіктен секіру, я, бұл бір экстремалды спорт түрі деп айтсам болады. Қазақ тілінде аударатын болсақ, тарзаннан секіру. Мысал келтіретін болсақ, балар, I like doing a bungee jump, яғни мен тарзаннан секіргенді ұнатамын деп айтсақ болады, я? The next phrase, volunteer overseas. Volunteer overseas. Volunteer дегеніміз балар бізде қазақ тілінде ерікті немесе волонтер деп аударылады. Ал overseas сөзі шетел деп аударылады. Екеуін бірге қосып аударатын болсақ, шетелдегі ерікті немесе шетелдегі волонтер деп аударамыз. Балалар, волонтер, яғни еріктілер қандай іспен айналысады, білесіңдер ме? Егер білмейтін болсақ, балалар, бұл адам бізде қайырымды жұмыстармен айналысады, қайырымды жұмыстарға көмектесетін адам және оның барлығын ақысыз жасайтын адамды біз волонтер немесе ерікті деп атаймыз. The next phrase, ride an elephant. Ride an elephant. Пілмен жүру. Пілмен жүру дегеніміз піл және жанында жүру емес балар. Тура мағынада аудармаймыз, бұл пілдің үстінде отырып, сол арқылы жүру. Мысал келтіретін болсақ, Үндістанда өздерінің салт дәстүрлері бар. Егер де 2 жас үйленіп жататын болсақ, көбіне фильмдерден көрдік, я, балалар. 2 жасты сол пілдің үстіне отырғызып қояды, я? Яғни, ride an elephant дегеніміз осы. Ал келесі әрекет маған өте қатты ұнайды, балалар. Swim with dolphins. Swim with dolphins. Дельфиндермен жүзу. Ал сендер балар, дельфинмен жүзіп көрдіңдер ме? Мен жүзіп көрмедім. The next phrase, take pictures underwater. Take pictures underwater. Су астында суретке түсіру деп аударамыз, балар. Take pictures дегеніміз суретке түсіру. Ал келесі әрекет, балар, мен өте қауіпті деп ойлаймын. Ол қандай әрекет? Run with bulls. Run with bulls. Bulls дегеніміз балар бізде ол бұқалар. Бұқалармен жүгіру деп аударылады. Бұл бізде балар Мексикада жиі қайталанатын әрекеттер деп ойлаймын. Ал келесі әрекет бізде экстремалды спорт түрі. Drive a racing car. Drive a racing car. Жарыс көлігін айдау. Немесе жарыс көлігімен жарысу деп айтсақ болады. Келесі сөз бізде run a marathon. Run a marathon. Марафонды жүгіру. Марафон дегеніміз балар бізде қазақ тілінде қашықтыққа жүгіру деп аударсақ болады, я? Мысалы, біздің еліміздің көптеген қалаларында денсаулық күндерінде әдетте осындай марафон ұйымдастырылып жатады, балар. Қала тұрғындары жиналып, бір жерден белгілі бір жерге дейін қашықтыққа жүгіріп жарысады. Ал келесі әрекетте, балар, спортқа қатысты. Play rugby in an international match. Play rugby in an international match. Қазақ тіліне аударатын болсақ, халықаралық матчта регби ойнау деп аударамыз. Осымен, балалар, іс-әрекетке байланысты жаңа сөздеріміз аяқталды. Ендігі сын есімдерді бастайық. Adjectives. Exciting. Exciting. Таңғаларлық. Қандай? Таңғаларлық. Tiring. Tiring. Шаршаңқы. Қандай? Шаршаңқы. Risky. Risky. Қауіпті. Қандай? Қауіпті. Interesting. Interesting. Қызықты. Fun.
fun. Көңілді немесе күлкілі. And the last, difficult. Difficult. Қиын. Қандай? Қиын. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі өткен іс-әрекеттерге байланысты жаңа сөздер және сын есімге байланысты сөздер болды, я? Осы екі сөздерді қоса отырып, біз сөйлем құрай аламыз ба? Осы өткен жаңа сөздер мен жаңа сөйлемдер құруға болады деп ойласақ, алдағы уақытта мен сіздерден тест аламын, сондықтан дайын болайық. Осымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Goodbye guys, see you the next time.